Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің базасында тұрақты даму ғылыми зерттеу орталығы ашылды. Орталық 2015 жылы Біріккен Ұлттар ұйымына қабылданған тұрақты даму мақсаттарына сәйкес халықтың әл-ауқатын жақсарту және тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз ету мәселелері бойынша жаңа ізденістер мен зерттеулер жүргізеді. Сонымен бірге олардың нәтижелерін қолданысқа енгізумен айналысады. Тұрақты даму мақсаттары бұл кедейлікті жоюға, теңсіздік пен әділетсіздікке қарсы тұруға, жер шарын қорғауға және барлық адамзат үшін бейбітшілік пен гүлденуді қамтамасыз етуге бағытталған. 2030 жылға дейін 17 негізгі бағыт таңдалып алынды. Олардың жүзеге асырылуы ел өмірінің тұрақты дамуына және әлемдегі әрбір адамға қатысты жаһандық мәселелерді шешуге жетелейді. Халықаралық университет 17 бағыттың бірнеше маңызды бағыттары бойынша ұзақ жылдардан бері кешенді жұмыстар атқарып келеді. Университет медицина мамандарын даярлау мен клиника диагностикалық орталық арқылы 3-ші бағыттағы денсаулық сақтау саласына зор үлес қосуда. 15-ші бағыт бойынша өңірдің экологиясын жақсарту жұмыстары жүйелі жүргізіледі. Басқа бағыттар бойынша да іргелі істер атқарылуда. Университет қабырғасында ашылған тұрақты даму ғылыми зерттеу орталығы қазірден бастап халықаралық ұйымдар назарын аударып отыр.